Hem үйіме барайын, мүсінді қарап қайтайын. Бұл мүсінді алғаныма 50 миллион болды, 50. Бақандай көп ақша. Мынау тілгенде сияқты бола ма? Ұрып қарайын. Ей, мен не адам айналдым әне. Ё-моё, зорға дейін жүрем. Сен кімсің? Мен сен сатып алған адаммын. Мен сатып алған? Бай адаммын. Мен сонда, мен секір алам ба? Иә. Білмеймін. Қорқпағанда тіліп кеттің ғой. Ана, мен тұрма. Ойбай, қатты жүреді күйем менде. Аяғым бір түсті болып тұр мен. Қайда өлдегі адамсың өзі? Мен білмеймін, мен өзім жаңа келіп тұрмын ғой. Бір түсті болып тұрмын өзім. Бүтін адам екенсің. Тоқта, менің ақшам бәрі құрналаға кетті ғой. 50 миллион деген. Адам керек па, ақша керек па саған өзі? Я, жүр. Қайқа барамыз? Я, бұл менің екінші үйім ғой. Екінші үйім маған берсейші. Жоқ, маған ана үйді бере салшы. Бұл үйді ала бер. Бұл тек жәдігерлер жинап жүрген үй ғой. Мүсін. Ой, не болды? Мына сенің жататын орның ба? Иә, жатасың ба? Қызыл екен. Мынау менің отыратын орным. Білесің ғой, байлар еріккенде не істемейді десейші. Бәрін істеп қояды ғой. Мынаны қаншаға сатып алдың? Ол ма, бұның шамасы баға 40 миллион теңгедей ау. Бұның ерекшелігі сынбайды. 40 миллион дейтін сату ақш па? Жоқ, ақша. Ақша дейтін сату? Ақша, ол құны өте көп зат ақша деген. Құны дейтін сату? В общем, ондай заттарға сөнбеймін, мен шығып кеттік. Сен қайда өрдеген адамсың өзі? Что-то үстінде киім бәрі китайский. Дәуірдегілер. Мен Қытай елінен келдім. Сонау 16 ғасырдан келдім мен. Иә. 16 ғасырда оңай емес қой. Тоқта. Мен соңғы рет сояқтан болдым сосын. Сенде де су бар ма? Сонда? Иә. Бәсе, біздерде бірақ фонтан ағып тұрмайды ондай. Фонтан дей ма, бірдеме дейтіндерді естігенмін бірақ. Тоқташы. Сен деген үстім қалай? Батып кетем, мен батып кетем. Шықтым. Көмектес. Шық. Опа. Сен өз суға сәлмей келеді ғой. Иә, мен бұрынғы заманда мұны сатып алып баспалдақ. Біздерде бұндайды паркур дей ма, сондай дейді. Біздер баспалдақ білеміз. Үйдің үстіне мінесің ғой бұмен. Айбай, аяғым. Абайла. Бірақ біздерге де болмайды. Себебі біздер дейтін сонау дәуірден батырмыз ғой. Сосын мен ол дәуірден міне осындай садақтар бар менде. Қараңыз, жылтырап тұр. Қайсы? Ойбай. Жоқ кетіңіз. Сіз жандысыз ба? Мені қуып жүргеніңіздесіз. Байқамай қалдым, міне жібегіз. Адамды қуа ма? Итәк жүрген ұшып кеттім ғой. Сен ерекшін бар. Ай, ат бар. Дәл тегіз еткен ғой. Мен мергенмін енді. Кешіресіз, адамдар жүріп кеткен жеріне атып үйрен қолғанмын. Нағыз мерген екенсіз. Үстіндегі киіңіз. Батып кеттім. Сізге бір айтайын. Үстіндегі киіңіз 50 миллионға бағаланады. Білесіз ба? Сіз құны көп адамсыз. Сонда мен любой адамға сатылсам, ақшаны көп бере ма? Иә, сіз миллионерге сатылуыңыз керек. Мен миллионер емеспін. Яғни сен мені сатып алшы. Сатып алған жоқпын ба енді 50 миллион. Мен мынаған айтып отырмын. Сен мені сатып алшы. Ой, ол сөйлемейді. Түсініңіз, ол аттар, ат қой, жылға. Біздің кезімізде ат емес, бұндайды басқаша деп айтайды. Жомана дейді. Мен осы тілді үйренгенім, қалай үйренгенімді өзім білмеймін бірақ. Негізі мен қытайша сөйлеймін. Біздің елдерге қазақтар жауып, біздің елде қазақтар жаулап алып, сосын біз тірі қалмай бәріміз өліп кеткенбіз. Содан кейін. Міне, мен үстіңізде тұрмын. Қайдасың? Міне. Мәссен, қалай міндің ойға? Арғы жақтан баспалдақтан міндің. Ойбай, мен қамалып қалдым. Жақта айналып бара ғой. Қазір барадығым. Мен сізді қосымша үйді көрсетейін. Қосымша үй бар ма не тағы да? Иә. Жаңа жерде мен нарынан көрдім, бірақ түсіп кеттім мен. Міне, қараңыз, бұл сізге де арналады. Көре беріңіз. Асықпай жата беріңіз. Мына жер мен шөпке жататын едім бұрында, жақсы болды. Аспаннан қандай әдемісің ай.
Балай оқ аққың келеді ғой, оқ. Мен сонда мына бассейнге түсе алсам бола ма екен? Түсе бер. Бәрімізге тегін ғой бұл бассейн. Оқ. Уақ. Ай. Мен жаңадан бастап үйреніп кеткен сияқтымын что-то мен. Айбай. Мына жылтырап тұрған зат неде ойнайсыз? Қайсы? Шеттегі не? Бассейнді құрап тұрған. Мынау. Мына көк түс емес па? Бұл көк түс емес. Бұның бағасы өте бағалы. Неше стак алмазға тұрады? Бұл деген... Алмаз деп бізде мынандай айтпайды. Енді. Бізде алмаз дегенде осындай заттар айтады. Алмаз не заттар деп. Бұндайдың зат дейді. Мынаның біреуінің өзі 10 миллион теңге. Мынау затты? Бұл зат ол? Ағаш? Жоқ, мынау. Қайсы? Осының зат ол? Білмеймін. Қолыңыздағы ма? Жоқ, мынау. Қасында тұрған, жылтырап тұрған бір зат қой ма? Ол деген. Айтып тұрмын ғой сізге, ол бағасы өте қымбат зат. Аты не осының? Бұл бізде жылтырақ тас деп атаймыз. Оның бағасы өте қымбат. Жылтырақ тастың аты не сонда оның? Бұның аты яғни алмаз. Алмаз? Міне емес па алмаз? Қайсы? Мына қолындағы. Ол шөлмек қой. Шөлмек? Онда мұнаның керегі қандай? Ақша көп тұра мынаған? Мұнаның біреуінің өзі... Жоқ, мына мен қолымдағы шөлмек. Ол дымға да жарамайды ол. Дымға да жарамайды? Алғаш адамдар ішетін сондай зат қой ол. Онда лақтырып тастасам бола ма мен? Лақтыра бер, ештеңе етпейді. Лақтырып тастадым мен. Бұл ешкімге керек емес қазір. Айбай. Мына ағаш тіреп қалды, жаңа ағаш сындырып тастаймын мен. Неге сындырып жатсыз? Сау болыңыз, мен қазір келем де. Тоқтаңыз. Жоқ, мені аңдамаңыз. Мен қазір өзім келем. Жарайды. Бүтіндік ішеген білсін. Мен адамды өлтіріп бір етін алып жеп тастасам болмай ма екен? Бай адамдар. Түсінбедім. Еті деген адамдар шығып кетті ғой. Сен өлдің енді. Мана аяқ шығып кетті. Келмеймін ба? Мырзам. Ау. Сендерді не деп айтады? Қазір кезде мырзам деп? Мырзам деп үлкен адамдарды айтады. Хандар. Президенттерді айтады. Хандар деп жатты айтады. Хандар деп ерте замандағы адамдар. Хандарды негізі президент деп атайды. Сізде тамақ бар ма? Мен қарным ашып кетіп еді. Тамақ деген таусылып қалып еді. Бір продукты алып келу керек. Үйде базарға да бар. Қараңыз, мынандай атып үйрене аласыз ба? Қолын көтер. Тимеңіз ба? Тимеңіз. Өтініш тимеңіз. Ойнамыз ай. Мен садақ атпаймын негізі. Сіздер замандарда қазір садақ атпай ма? Жоқ, бұның құны деген дым емес. Қараңыз, ана отырған жылқыны көріпсіз ба? Иә. Бұлай тұрыңыз енді. Ал. Бай. Шема, тегіздіңіз, база жоқ. Не деген мергенсіз? Енді біздің заманда мергендер дейтін көп болған. Бізде мерген деген біреуді жоқ. Бізде тек мылтықпен ата саламыз. Болды? Мылтық деген зат ол тағы да ол. Ол өте жаман қару. Қатты, аса қауіпті. Сонда садақ сап қатты ата ма? Садақтан да қатты атады. Қатты атылады. Ол өте қауіпті. Кетік жол, өтіп мен ананы. Мен оқтан қалып кетейін. Біздерде деген жылқыны адам санап өлтірмейді ғой. Сіз қызық екенсіз. Жылқыны өлтірмейді. Өлтірмейді? Біздерде жылқыны... Бізде дейтін мұндай сойып жейді. Бізде тек үйректерді өлтіреді сондай. Маған үйректі өлтірді. Кел. Ойбай, істеген етін. Ойбай. Әкен маған тауықтың етін берші. Тауықтың етін берші. Шәкән, әлі піспеген тамақ. Қолын біліп қалатын болды. Бізде бұндайларды жей береді. Пісірмей ме? Жоқ. Біздердің қарнымыз тоқ болса болды. Тағы да бірдемелер бар ма? Анаяқта аңдар ма? Жүр, атып алып. Негізі маған да тамақ беріп. Оппа, сиыр. Сиыр бар? Сиыр бар ма деген яқта? Неге оппа, етік. Сиырды аттыңыз ба? Тамақ қой бұл.
соғымға осындай Ана қой. Қазір осыны Қой. Атыңыз. тауық толтыртайын бірінші. Қой. Несі, бағана алып от. Мен қашпады. Тоқтаңыз, әй, қой. Саған, қалай атар, ай. Жоқ, сізге емес, ана сиырға тұтырым артыңызда. Қалады, Қойдың етін алдың ба? Алдым. Кейін өзім пісіріп жеймін, сонда тәтті болады. Пісіріп жесең тәтті бола ма? Әлде былай жесең тәтті болмай ма не? Былай жесең бізде тәтті болады. Мен алдыма шығып болма. Болмаса атылып қалса өліп қаласың. О, келіңіз, алып алыңыз. Тәтті тамақ. Сиырдың еті. Әлемдегі ең тәтті тамақ. Сіздің дәл басыңыздың үстінен өткізіп беремін мен, тигізбей. Атпаңыз мені. Жоқ, мен атпаймын, бірақ басыңыздың үстінен өткізіп беремін, шашыңызды жалап. Сенбесеңіз қараңыз. Соға, киіп кете жаздық. Жүкет үйден адасып кетен жаздық біз. Ол, отпаңыз, менде кальцо деген, бірде зат бар әйтеуір. Ол үйдің қаяқ деген көрсетеді. Сізде де баяғыда қандай болған? Біздерде бір таяқты бір жерге қойып қояды да, сосын қаяқты екенін күннің қала білеміз. Так, күте тұрыңыз, кіріп кетейін. Не істейсіз? Көрдіңіз ба, дәл қасыңызды өткізіп жібердім мен. Тоқтаңыз, сізге бір айтуым керекпін. Сіз енді осылай адам болып қала бересіз бе? Білмеймін, мен мүсінге айналатын шығармын жақында. Сіздің бағаңыз 50 миллион теңге. Бұның өзі қанша ақша. Тоқтаңыз. Мынаның екі етішіға баратын жүйе жоқ па? Жоқ, бұл енді салынып отқан үй ғой, білесіз ғой. Бұл үйді кім салған? Енді мен өзім құрылысшылар жалдаттым. Арайған ақшаға. Мынаны бір адам салған сияқты болып көрінеді да? Еще творческий дей ма, бірдеме дейтін, креатив дей ма, бірдеме дейтін зат бар осы әлемде. Мен бір рет естігем. Творческий деген. Ол дейтін қандай зат еді? Ол деген творческий дейтін сосын не ол енді? Ол деген бір ғажайып адам, заттардың бәрі тегін беретін, мәңгілікке сақталып тұратын. Керемет, творческий, бірақ менің ақшам жетпейді ғой. Екеуміз дос болып сондай ақша жинасақ ше. Бұл басыр. Достар. Ал достар, біздің осы сезон аяқталды. Ары қарай өзіңіз. Екінші сезон күтіңіздер, лайк басыңыздар. Аямай. Достар, келесі бөліммен басқа балдармен түсіруім мүмкін. Достар, сондықтан енді жаңадан лайк бас, каналға кел, смело лайк бас отырыңыздар достар. Енді осы бөлім, енді менің досым осы нағашым, ауылына кетейін деп жатыр. Сол үшін ол менімен бірге қала алмайды. Сол үшін мен көп Сау болыңыздар достар, сіздің бірге болған Юказак және де Юказак Майнкрафтер патшасы және де Нуро KZ. Аман сау болыңыздар.